Медицинаның негізгі қағидатын ұстаным барысында, яғни біз ауруды емес, сол аурумен ауыратын адамды емдеуіміз керек. Сол себепті адамның жан тәнін шын мәнісінде түсіне білуіміз керек. Оны түсіну мақсатында көп жағдайларда енді менің емдейтін ауруларым бұл артық салмақ мәселесі болсын, бұның барлығы өзімде де бар жағдай болатынын өздеріңіз де куә болғанда боларсыздар. Енді ол үшін көп жағдайда біздің қолданылып жатқан дәрмектеріміздің бірі бұл тирзапатит. Өзінің бір кезеңі болады. Яғни ең басты кезеңде біз көбінесе, мен өз практикамда семаглютидте жүреді. Семаглютид, яғни аземпик деген дәріні танып білетін боларсыздар. Соның салдарынан барынша ол негізі 15-20%-ға төмендетуге мүмкіндік танытады. Ал одан кейінгі кезеңде қолданылатын дәрілердің бірі бұл тирзапатит, бүгінгі таңдағы заманауи дәрілердің бірі. Қазіргі таңда зерттеуде Жапон, Америка құрама штаттарында жүргізіліп жатқан тағы бір дәрі бар. Оны рұқсат етілгеннен кейін қосымша хабардар етем өздеріңізді. Ал қазірге рұқсат етілген дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен артық салмақтан арылу мақсатында беріліп отырған дәрмектердің бірі осы тирзапатит Мунжара деген дәрі болып саналады. Бұның біздің Қазақстан нарығына келіп жатқан қазір бірнеше түрі бар. Оның өндірушісіне қарай, ол Жапон өндірушісі, ол мынадай түрде мен сіздерге бұрындар көрсетіп келе жатқан болатындымын. Бұны бір қолданып аптасына, содан кейін қайттан шприц ручка бір рет қана қолдануға арналған. Қолымдағы менің бұл қазіргі таңда қолданылып келе жатқан бұл Америкада я болмаса Еуропа мемлекеттерінде шығарылған тирзапатиттің бөлімі, және сонымен қатар Ресейден шығарылып жатқан тағы бір түрі бар. Бұлардың өзіндік әсері бойынша бірдей болғанымен, дегенмен кейбірінде жанама әсерлердің айқын немесе көмескі түрде шығуымен сипатталатын бұл дәрілер жалпы біздің қолданыста қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымымен артық салмақтан арылудың негізгі базовый дейміз, яғни негізгі препараттарының қатарын қалыптастырып отыр. Бұның аземпиктен, яғни семаглютидтен ерекшелігі, егерде аземпик тек қана тәбетті қиып, яғни сіздің аузыңызды басатын болса, қазақша айтқан кезде, яғни тойымдық сезімін күшейтіп, қанағат сезімін күшейтіп, осының салдарынан ем-дом әсерін танытатын болса, тирзапатиттің ерекшелігі соған қоса бұл өзі де майды ертуші қабілеті бар. Міне қазіргі қолданыста дәрі қолданылады. Бұл өз кезегінде семаглютид егер 15-20%-ға дейін салмақты төмендетуге қабілетті қауқарлы болатын болса, бұл 30%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Кіндіктің жанына аптасына бір рет қана қолданылатын бұл дәрмек, міне қазіргі таңда да 1, 2, 3, 4, 5 осылай қолданылып, және тағы бір ескере кететін нәрсе, қолданылу барысында міндетті түрде мүмкіндігінше нәтижені ертерек алу мақсатында, және де артық салмақ кезінде организм көбінесе қысылған нервтармен жүріп, барлық уақыт адамның мынау мойын аймағы әсіресе талып, қол деген көтеруге келмейді. Осындай үлкен проблемаларға душар болып жатамыз. Беліміз қақсай бастайды, белден кете бастайды. Енді қазақтар белден кеттім деп сөйлейді ғой. Сол сияқты белден кете бастайды. Белден кетудің салдарынан аяқтарымыз жансыздана бастайды. Осындай үлкен бір топ проблемаларға бірден душар боламыз. Оған қарсы, оған қоса буын ауруларын айта кететін болсақ, буын дегеніміз неге? Себебі артық салмақ, амортизация дейміз, буынның серпімділігіне жағымсыз әсер танытып, буынның барлығын қажап, буынның жанасу беттерін қажап тастайды. Міне осындай себептердің барлығы адамның өмір сүру сапасын төмендете бастайды. Ол үшін не істеуіміз керек? Яғни артық салмақтан құтылудың кешенді жолын қолдануымыз керек. Кешенді жолын қолдану барысында келесі кезеңде біздің жасайтынымыз, яғни осы кешенге қосылатын, оны көрсете кетейін, жүріңіздер. Әрине, кешенді емнің құрамында физикалық белсенділікті қамтамасыз етуіміз керек. Физикалық белсенділікті қамтамасыз ету барысында ең басты қағидаттардың бірі, мынау өздеріңіз қарап отырғандай, гирдің артынан жүгіре берудің қажеті шамалы. Билдингтің маманын тәрбиелеп жатқан жоқпыз. Біз мүмкіндігінше организмге физикалық күш түсіріп, күштемелі жүктемені жүзеге асыруымыз керек. Ол үшін ұйықтап қалған бұлшықеттерімізді оятуымыз керек. Міне ол үшін қазіргі таңдағы спорттық медицинаның дене салмағын төмендетудегі негізгі қағидаттарының бірі бұл
салмақтың артынан қумай, керісінше ұйықтап қалған бұлшықеттерді ояту, соларға қанмен қамтамасыздандыруды үдету, яғни бұлшықеттердің барлығын іске қосу. Сіздер өздеріңіз білесіздер, енді біз жұмыс барысында отырып қаламыз, сол кезде мынау көп бұлшықеттеріміз жұмыссыз қалып қояды. Міне сол себепті бұл жаңа қол, иық бойындағы бұлшықеттерді оятып, мынау кеуде бұлшықеттерін оятуымыз керек. Ал мына аппараттар көмегімен аяқтың бұлшықеттерін оята отырып, зат алмасу процесін үдетуіміз керек. Аяқтағы бұлшықеттер де өз қимылын, яғни белсенділікке үйлесімді үлес қосуы тиіс. Сол кезде ғана, яғни барлық организмдегі бұлшықеттерді ояту арқылы, физикалық белсенділікті таныту арқылы біз дене салмағынан дұрыс құтылуға мүмкіндік аламыз. Мен сіздерге бір сырын аша кетейін. Дене салмағын төмендетуде белгілі бір кезеңге келген кезде бір сиқыр жүзеге асырылады. Ол сиқыр деп отырғаным, біз міндетті түрде мынау ем барысында орта кезеңіне жеткен кезімізде ер азамат болсын, әйел азамат болсын, тестостерон деңгейін бақылап көргеніміз дұрыс. Әсіресе ер азаматтарда. Себебі біз барлығын аздырып келе жатамыз. Мойын азады, бетіміз азады, кеудеміз біршама босайды. Келетті, іштің маңына келетті, тұрып қалады. Ал іштің маңындағы майдан құтылудың, құрсақтағы майдан құтылудың өзіндік бір ерекше құпиясы бар. Ол үшін тестостерон маңызды. Міне осы кезде барып біз алмастырушы тестостеронды терапия немесе тестостеронның ішкі өндірісін үдетуіміз керек. Сол себепті оны өндіртудің өзіндік медициналық іс-әрекеттері бар. Енді ол құпия деп құпия емес, білген адамға ол дұрыс ояту, дұрыс жүзеге асыру осы мәселенің басын ашып берер еді бізге. Сол себепті тестостеронның деңгейін тексеріп, құрсақтағы майдан құтылудың амалын қарастыруымыз керек. Ол осы емнің орта шенінде жүзеге асырылатын іс-әрекет. Бұл жерде тағы бір кешенді емнің тағы бір құрамдас бөлігі бұл магнитті индукция, яғни қалыптасып қалған бұлшықеттердегі спазм дейміз, жиырылып қалған жерлерді осының барлығын реттеуге, тіннің ішіне кіріп, мүмкіндігінше терең қыздыра отырып, осы тіннің ішіндегі метаболизмді, зат алмасу процесін жүзеге асыруды үдету мақсатында қолданылатын әдістердің бірі осы магнитті индукция мен лазерлік терапия болып саналады. Міне дәл соны жүзеге асыру мақсатында артық салмақтан арылудың тағы бір компоненті ретінде қолданыс мақсатында міне мен қазір өзімде осы магнитті индукцияны қабылдауға бет бұрудамын. Магнитті индукция бұл өз кезегінде бұрыннан белгілі тәсілдер болғанымен, бұның жетілдірілген сипатта болуы әрине өз кезегінде үлкен жетістікке ие қылдырып отыр. Осының салдарынан терең тіндерге сәйкесінше импульс ене отырып, бұлшықеттердің жиырылу, яғни артық салмақтан туындап қалған өзгерістерді қайта қалыптастыру, регенерация беру мүмкіндігіне ие жағдай қалыптастырылады. Міне осындай өзіндік оңтайландырушы әсері бар. Осындай физиоаппараттарды қосумен жүзеге асырылатын кешенді ем сөзсіз артық салмақтан арылуға және оның дұрыс қайта қалыптасуы, яғни адамның қайта бейімделуі, төмендеген салмақпен бейімді өмірге аяқ басуына өте қолайлы ықпал беретіні сөзсіз. Артық салмақтан арылу бұл белгілі бір сымбаттықтың талабы емес. Бұл шынайы келген кезде сіздердің сапалы өмір сүрулеріңіздің кепілі. Ертеңгі күні жатып қалып, я болмаса басқа да бір ауруларының катастрофасы деп жатамыз. Инсульт, инфаркт болмай, диабет болмай, бұлайша өзіңіздің сапалы, өз-өзіңізге қызмет ету, біреудің қолына қарап қалмау мақсатында қолданылатын денсаулығыңыздың талап етілетін жағдайы болып саналады. Сол себепті артық салмақтан арылуда қолданылатын дәрілердің кері әсерлері мұндай екен, андай екен деген әңгімеден алшақ болып, мүмкіндігінше осы артық салмақтан туындайтын өзгерістерге мойынсұнбай, дұрыс сапалы түрде өзіңізді белсенді өмір сүруіңізді қалыптастыратын қажетті жағдай ретінде танып білгеніміз дұрыс.